Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы? Бүгін число 28 март 2025 жыл Ноғат базарының тақ центрі. Туғандар, бұдан бір жима мұрын шу Ноғаттың бері өткенде ушыл ет сатқандарға ескерту берген елі. Ет сатқандардың алдыларын жапқыла айнек қойып, терезе қылып деділі. Адыр бұйырса, жақшымды ал жауап қойды. Өте соның қылып жауап қойды. Ошонда ет чаң жоқ, таза тұрады бұйырса. Бардық ет сатқандарды уже мындай қылып терезелері қойып, анча-мынчасы баштап тұр, анча-мынчасы бүтіп тұр, уже бүтіп ішке түшіп қалғандардағы бар екен. Бірден лайкты басып қойыңдар, комментарий жақсы ой пікір қалдырып бұйырса. Туғандар уже бұл жер жауыз аткен екен. Еттің бағасы Ноқатта бізде 600 сомдон, мал еті, жылқы еті 600 сомдон. Анан қой еті болса 650 сомдон. Бардық ет сатқандар уже ұшында қылып тосып қойды тұр, жақшы. Қанша екен ет? Ет 600 сом. 600 сом деген жазып қойды тұр ғой. Бұл жылқы еті дейді. Бұл жерде мал еті да бар еді. Бізде жылқы, мал еті аралаш 600 сомдон. Өткенде бұдан бір жұма мұрын Ноғаттың мері ескерту берілген. Тез араның ішінде ұшында тосыла деділі. Ет сатқандар сыраз уже тосып тұр.